Сәлем достар, бүгін сіздермен жүзімді қыс мезгіліне қалай сақтауға болады, сол жайында видео түсірдім. Сол рецептпен бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны толық қарап, маған тіркелмесеңіздер тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жуып тазалап алған жүзімді сағынан ажыратып, таза ыдыстарымызға бөліп аламыз. Мен екі түрлі жүзімді қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызбен қандай жүзім бар, сол жүзімді жапсаңыздар болады. Кез келген жүзім сорты жарайды. Яғни кез келген жүзім сортымен жасауға болады. Жүзімдерімізді осылай тазалап алдық. Енді қара жүзімді де дәл осылай таза ыдысымызға салып аламыз. Жуып тазаланып алынған банкамызға жүзімдерімізді сала бастаймыз. Жүзімдерімізді банкіге орналастырып алдық. Енді үстіне шекер салатын боламыз. 1 литрлік банкіге 2 ас қасық, жарты литрлік банкіге 1 ас қасық шекер саламыз. Үстінен салқын суды құямыз. Қақпақтарын жауып, қайнатуға жібереміз. Банкаларымыздың қақпақтары жабылды. Енді дұрыс жабылғандығын тексереміз. Үлкендеу ыдысымызға су құйып, салқын суды құйып, банкілеріміздің қақпағын төмен қаратып, қайнатуға қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қақпақ жабылған бетін төмен қаратып, бір қайнағанша дәл осылай тұрады. Су қайнап шыққаннан қақпақ жабылған бетін жоғары қаратып, яғни банканың асты жағын жоғарға қаратып 15 минут қайнатып аламыз. Суымыз қайнады, енді банкілерімізді аударып шығамыз. Менде сол бөлігі видеоға түспей қалғандықтан сіздерге ескертіп жатырмын. Банкілеріміз дайын. Қыс мезгілдерінде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша суын компот ретінде де ішсеңіздер болады. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Бинура.